Сәлем. Бүгін біз қуанышқа береміз, е? Қазір мені пістіш. Е, қазір тамақ ішіп алсың? Қуырдақ болғанда бұл негіз кеше борщ болайын деп ана немен капуста қосып жасап жаттық та соны қуырдақ болып кеткен. Қуаныш борщ ішпейді ма, сондай бір қызылды ішпейді өзі. Қазір жейміз, е? Бүгін уже 6 март. Аха, қазір берем. Ыстық, әне. Ыстық теспе. Теспе. Бүгін 6 март, е? Уақыт деген тез өтіп жатыр. Кеше ғана жаңа жыл тойлап жатқан секілді. Уже март болып қойды. Сол қыздар бәрі подарок күтіп жүрген шығар 8 мартқа. Инстаграм ашсақ, әйтеуір утренниктер болып жатыр балалардың. Сол мектеп кезінде дайындалушы 8 мартқа. Колледж оқығанда ондай ештеңке тойлаған жоқпыз біз негізі. Олдар бізге бірдеңке берді ма? Берген жоқ қой демейді, беріп кетпейді бұны даже. Мектепте тосатын бұлдар не береді екен деп. Ана только бай тұрсын, не теспе? Қазір подарок беретін адамдар жоқ бізде. Ештеңе күтпейсің. Инстаграмда бәрі чулпан сатып жатыр. Өткен жылы мен мамаға подарок чулпан берген мен мамаға. Оның алдында сырға берген. Күміс сырға, күшті сырға болған. Мама оны жоғалтып алды соны. Моншаға барғанда ма түс қалған қойдым біреу. Сегізінші мартқа кім не алғысы келеді? Комментарияға жазып кетсеңіздер. Или не алды, бұрынғы күшті қандай сыйлықтар алдыңыздар? Анаңызға, қызыңызға 8 мартқа не сыйлар едіңіздер? Не сыйладыңыздар? Жазып отырыңыздар. Бұрын кішкентай кезінде 8 мартқа недер болатын. Ежедневкада кілті бар қыздарға ашып алатын. Сондай сұраған папа алып берген. Сосын бір жылы неме сұраған. Шкатулка тоже кілтпен ашып жалатын. Аха. O медалі бар. Сырға секілдімдер сал қойған. Көп болмаса да тұсал қойдым содарда.
Сосын тағы. Мен почтада істеймін ғой негізі. Почтада бізге не беретін? Бір жылы орамал берген, бір жылы кружка мен крем берді, бір жылы ежедневка берді. Тағы не берді? Сондай шақтыптар берген. Еще бір бүкіл отделениеға, бір Тифальдан каждый отделениеға. Сөйтіп ойлай тұрған жол барған кезде. Это, оказывается, проще простого. На самый крутой бродвейский спектакль «Седук оффлайн». Ну что, идем второе? Это очень вот, не вышли после первого акта. Начинается второй. Это пауза вокалда бізде. Подгузник сұрап жазды да просто. Подруга тоже сразу жазамасам клиенттерге 15 минуттың ішінде или сразу жазмасам атасы өтмайды деді. Ой. Дальше. Ой, бисмилля. Солай жағдай. Праздник болғанда бір күштісі. Жасайтын кездер болады. Жағалысып мына кісі. Мантыс жасайды ба деп. Өз ойым бар. Тамақ айту керек. Осының бір жағынан мына кісі қуанышта. Тыныш жүрсе жасайсың ғой нормально. Бір жылда біз қуаныш бірге толмай тұрып, жаңа жыл тойлаған кезде. Мантыс жасағанымыз ғой. Әлің жасадық қой. Бірақ біз үші бұл кезде 31 күні Саштаға бар келдік Дариялар құттықтауға. Мантымыз немесін турап тастадық да бар келдік. Соны үйге келгенше уже неше болды өзі бір 10-9 болған шығар. Асығып сүгіп 12-ге дейін мама айтамыз бітіргенбіз. Қуаныш как раз үйге келген соң ұста қалған. Сол моментті пайдаланып жасағымыз мантыс жасап алдық. Как будто бұл 12-де мантымыз дайын болмаса жаңа жыл келмей қалатын секілді болды да. Біз бүгін тағы да әлі 12 болған жоқ. Тамақ ішіп. Бірақ бұрынғы сағатпен есептесек, сағат уже 12 бірге тая қалды. Бірге тая қалды сағат. Не қуаныш? Сол. Жүді той қалдым. Сұрақтарыңыз болса астыға жазып жатарсыздар. 8 март мерекесі жақсы өтсін. Бірақ ертең әлі 7-сі. Ертең мүмкін тағы да шыққаларымыз біз мукбангпен Қуаныш екеуміз. Сол. Келесі кездескенше сау болыңыздар.